30 қыркүйек күні сағат 18:00-де бейбітшілік және келісім сарайында менің тілім ұлы дала рухы 21 қалалық тіл фестивалінің салтанатты мерекелік кеші өтті. Шараны Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы руханият коммуналдық мемлекеттік мекемесі ұйымдастырды. Бұл кешке халықтың жиналғаны соншалық, залда ине шаншар жер болмады. Кештің мақсаты мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтуге ықпал ету. Көп этносты еліміздің бірлігі мен достығын ұлықтай отырып, халықты біріктіруші негізгі фактор мемлекеттік тілдің мемлекеттік мәртебесін паш ету. Өскелең ұрпақтың санасына елжандылық, отансүйгіштік қасиеттерді сіңіру, ұлттық рухани құндылықтарды дәріптеу. Аталмыш шара барысында мемлекеттік тілді дамытуға зор үлес қосып жүргендерге Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің тіл тұғыры 2019 құрмет марапаты табысталды. Ысқақов Арнұр Қайнарбекұлы марапатталады. Назарына тіл төңірегінде атқарылған жұмыстар жайлы танымдық ақпараттық бейнесюжеттер ұсынылды. Қазақтың белгілі өнер майталмандары Қайрат Нұртас, Мөлдір Әуелбекова, Ибрагим Ескендір, Наз мемлекеттік би театры, Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрының әртістері және басқа да ел өнерпаздары сахна төрінен табылды. Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігі тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы руханият коммуналдық мемлекеттік мекемесі.